Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз бүгін өте дәмді, қатпарлы болып шығатын пияз қосылған қаттама нан жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, маған тіркеліп, комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Бізге ең әуелі електен өткізілген ұн және де жылы су, қамырдың ішіне жағуға ерітілген сары май және сұйық май және де тұз керек болады. Ең алдымен судың үстіне тұзды және сұйық майды құйып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Енді басқа ыдысқа суымызды құямыз да, оның үстіне ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Ұнынды бөлшектерге бөліп салсаңыздар ыңғайлы болады. Енді қолымызбенен жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Көрермендер, менің каналыма тіркеліп, және де тіркелудің қасында тұрған колокольчикті басып отырыңыздар. Сол кезде менің жаңа видеом сіздерге көрініп тұратын болады. Және де лайк басып, комментарий бөліміне алдағы уақытта қандай рецепттер күтесіздер, соны жаза кетіңіздер. Бізде осындай өте жұмсақ қамыр пайда болады. Енді қамырымызды осындай целлофанның ішіне салып, 20 минуттай демалуға жібереміз. Енді қаттамамыздың салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін пиязымызды алып, өте майда етіп турайтын боламыз. Өйткені майда турауымыздың себебі қазір қамырдың ішінен пияздарымыз үлкен қылып турасаңыздар шығып кетуі мүмкін. Сол үшін өте майда қылып тураймыз. Майдалап туралған пиязымыздың үстіне тұз, қызыл бұрыш және қара бұрышты қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Жиырма минут өтті, біздің қамырымыз демалып, әдемі болып жұмсақ болып тұр. Енді бұл қамырымызды бірдей етіп 4 бөлікке бөлетін боламыз. Бөліктерге бөліп алғаннан кейін барлығын осылай домалақтап шығатын боламыз. Енді қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Азғандай ұн қоса отырып жаятын боламыз. Бірақ та тым жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ. Өйткені біз қазір салмамызды салғанда, сосын жайғанда оны жыртылып кетуі мүмкін. Сол үшін орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Міне, мен қамырымды осындай қалыңдықта жайып алдым. Енді жаңағы ерітілген сары майымызды алып, жақсылап барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз.
Қарасаңыздар, мен кішкентай шетіне қарай 2 сантиметр жақпай алып қалдым, өйткені қазір май сыртқа шығып кетуі мүмкін, сол үшін осылай қалдырдым. Майды жағып болғаннан соң біз салмасын салатын боламыз. Салмасын бір келіге етіп салып жайып аламыз. Енді самсаның қамырын ораған секілді етіп, осылай орап шығатын боламыз. Содан соң ұлу секілді қылып, тағы да орап шығамыз. Енді қалған 3 қамырымыз қалды. Барлығын тура осылай жайып, арасына сары майды жағып, содан соң салмасын салып, барлығын осылай жасап шығатын боламыз. Енді біздің қамырымыздың ішіндегі сары майымыз қату үшін осындай целлофанның ішіне 4-еуінде саламыз да тоңазытқышқа жарты немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, ұн қоса отырып, жұқалап жаятын боламыз. Орташа қалыңдықта жайыңыздар, тым жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ. Шамамен осындай қалыңдықта жаюымыз керек. Енді барлығын тура осылай жайып шығамыз. Барлығын осылай жайып дайындап алдық. Енді қуыруға көшеміз. Ол үшін табанның үстіне майды құйып, қызып тұрған майдың үстіне қамырымызды салатын боламыз. Біздің отымыздың асты жай отта тұруы керек. Қақпағын жауып отырып, осылай пісіретін боламыз. Қаттамамыздың асты қызарғаннан соң осылай келесі бетін аударып, тағы да осылай бетін жауып пісіретін боламыз. Барлық қаттамамызды осылай пісіріп шығамыз. Біздің қаттамаларымыз осындай өте әдемі болып шығады. Біздің отбасыға тура осындай пияз қосылған қаттама өте қатты ұнайды, сондықтан сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік, сіздермен бірге болған Раушан.